Күнделікті өмірімізде белгілі бір шешімдерді қабылдай білу, бұл үйренуге болатын ең маңызды дағдылардың бірі болып табылады. Сондай-ақ бізге өміріміздегі әрбір аспектіге қатысты сан қырлы шешімдерді де қабылдауға тура келіп жатады. Бұлардың кейбіреулері аса маңызды емес, қарапайым шешім болуы мүмкін. Мысалы, бүгін кешкі асқа не жейміз деген сияқты. Ал кейбіреулері керісінше өте маңызды шешімдер болуы мүмкін. Мысалы, өмірлік жарыңды таңдау, немесе қай жерге барып тұрамыз, немесе қандай кәсіппен айналыссам екен деген сияқты. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осылайша өз өміріңізде шешім қабылдау кезінде оның екі жолы бар. Бірінші тәсілі, сіз шешім қабылдау кезінде өз логикаңызға сүйене аласыз. Яғни логикаңызға сәйкес сіз барлығын иә немесе жоқ деп салыстырып таразылай аласыз. Егер де мен мұны бұлай жасасам, немесе басқаша жасасам, пайдасы қандай болады, немесе зияны қандай болады деп ойланатын боласыз. Осы орайда тізім жасаңыз да, оған логикалық тұрғыдан қараңыз. Егер де осы шешімдердің бірі сізге барынша айқын, анық болып көрінсе, онда сіз логикалық тұрғыдан сенімді бола аласыз және дәл солай әрекет етуге қажет болады. Енді шешім қабылдаудың екінші тәсілі. Бұл өз түпсанаңыздың күшін пайдалану. Себебі біздің түпсанамыз бізге қарағанда көбірек білетінін есте сақтаңыз. Біз басымыздан өткізген жеке тәжірибемізбен шектеліп қалғанбыз. Ал біздің түпсанамыз шексіз барлық ақпаратқа қол жеткізе алады. Ендеше түпсанаға қалай өтуге болады? Бұл туралы менде 3 қадамнан тұратын 3 сатылы бағдарлама бар. Бұларды сіз сананың күші деген бағдарламада қолданып жүрсіз. Бірінші қадам, сізде шынымен түпсананың бар екендігі туралы ойлауға бірнеше минут жұмсау керек. Бұл ертегі емес, бұл Санта Клаус емес, бұл тіпті жаңа ғасырдың қандай да бір концепциясы да емес. Бұл нақты факты, сіздің екінші санаңыздың бар екендігі туралы және түпсана деп аталатын сіздің екінші санаңыз шынайы болмыстың энергетикалық торабымен байланыста екендігі туралы және сізге арналған жауаптар мен шешімдердің дәл қазір дәл осы сәтте бар екендігі туралы факты. Ал сіз бұл туралы 2-3 минут ойланыңыз. Енді екінші қадам, осы сұрақтың жауабын сіздің әлде қашан білетіндігіңізді өз-өзіңізге мақұлдайсыз. Маған қандай кәсіппен айналысуға керек екенін мен білемін. Бұл ақшаны қалай жинауға болатынын мен білемін. Қандай сұрақ болса да, сұрақты оның жауабын әлде қашан білетін сияқты қалыптастыру керек. Сізге мен жауабын білмеймін, сондықтан да осы процестен айналысып жатырмын деп жауап беруге де болады. Бәлкім сіздің санаңыз бұл сұрақтың жауабын білмейтін де шығар, бірақ сіздің түп санаңыз ол сұрақтың жауабын білетіні анық. Яғни бұл сұрақтың жауабын мен білемін деп 2 минут бойы өз-өзіңізге мақұлдап айту керексіз. Үшінші қадам, дұрыс жауаптың сізге өздігінен келетіндігі туралы сенім мен өзіңді алаңдатпай еркін ұстау. Ал ол сізге қалай келеді? Мүмкін ол түсіңе кіретін шығар, мүмкін ол өте ақырын естілетін дауыстар сияқты келетін шығар, мүмкін ол алдын ала болатын сезім сияқты келетін шығар. Ол сіз тап болатын синхронды оқиға түрінде болуы мүмкін. Осылайша бұл әртүрлі болып келуі мүмкін, бірақ міндетті түрде келеді. Сондықтан логиканы пайдаланыңыз, себебі логикадан бас тартуға болмайды. Логика өте маңызды, дегенмен дәл осылай түпсанадан да бас тартуға болмайды. Осы екі әдісті бірге қолдансаңыз, сонда дұрыс шешім қабылдайтыныңызға сенімді бола аласыз. Ал егер де шынымен де шешімді дереу қабылдау қажет болып жатса, жоғарыда мен айтқан процестерді істеп отыруға апталап уақыт жұмсаудың мүмкіндігі болмай жатса, онда мына бір әдісті қолдансаңыз болады. 2 минут бойы өз-өзіңізге былай деп айтыңыз: мен дұрыс шешім жасайын деп жатырмын. Мен дұрыс шешім қабылдайын деп жатырмын. Мен дұрыс шешім қабылдайын деп жатырмын. Мұны мантра сияқты бірнеше минут бойы, бірнеше мәрте қайталаңыз. Сосын шешім қабылдаңыз. Барлығын бір уақытта жасаңыз, ойланбаңыз, жай ғана шешім қабылдаңыз. Мұның сіздің түп санаңыздан туындайтыны әбден мүмкін, және бұл ең дұрыс шешім болады. Сонымен қатар, қорқыныш пен күмән
Бұлар өміріңізде шешім қабылдау, әсіресе маңызды шешімдерді қабылдау процесінің ажырамас бөлігі екенін де мойындаңыз. Сондықтан, егер де сіз қорқақтау адам болсаңыз, немесе өте күмәншіл адам болсаңыз, онда бұларды негатив ойлар деп қабылдаңыз да, негативті жоюдың 4 техникасын қолданыңыз. Дегенмен сіз ешқандай да қорқыныштың да, күмәннің де жоқ екені 100% сенімді бола алмайсыз. Бұл кезде мұның барлығы бір үлкен процестің құрамдас бөліктері, кезеңдер екенін түсінген абзал. Сондықтан ең бастысы өзіңізге сенімді болыңыз. Дұрыс шешімдерді қабылдай алатын қабілетіңізге сенімді болыңыз, және осы айтылған қадамдарды жасаңыз, сол кезде дұрыс шешім қабылдайтын боласыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.